Доңыз бен қарбыз. Көктемде ана доңыз кішкентай ұлу торайын ертіп таудың етегіне барады. Олар сол жерде қарбыз екті. Жаз келіп, далада үлкен-үлкен қарбыздар пісті. Бір күні күн күйдіріп, жер беті өте ыстық болғанда, ана доңыз Лулуға қарап, «Лулу, барда қарбыз теріп әкелші», деді. Лулу қуанып, «Жақсы анашым», деп, қарбыз егілген алқапқа қарай жүгіріп кетті. Ол алқапқа жетеді, үлкен жасыл қарбыздарды көреді де бақыттан басы айналады. Лулу солардың ішінен ең үлкенін таңдап алып, сабағынан үзіп алды. Қарбызды қолмен ұстап, иығына салып үйге алып кетпек болды. «Ох, қандай ауыр!» Ол қарбызды көтеруге тырысты. Бірақ еш нәтиже шықпады. Тіпті терлеп кетті. Терін сүртіп, тынығып алмақшы болды. Кенет ол Пипи маймылды көрді. Ол шеңбермен ойнап жүр екен. Лулу оны басынан сипап, күлімдеп, «Мүмкін, қарбызды домалатуға болар», деді. «Тіпті екі қарбызды болады». Сөйтіп, ол қарбызды жерге қойып, домалата жөнелді. Осылайша Лулу қарбызбен үйіне аман есен жетті. Ана доңыз бұл оқиғаны естіп қуанды. «Сен өте ақылдысың»,